Сәлеметсіздер ме құрметті көрермендер. Бүгін біз көзге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Ең алғашқы жаттығуда түнде қою көк дөңгелектен көз алмаңыз. Ол бірте-бірте сары ұяшықтарда жоғалайды. Оның артынан қайталап көзіңізді жаттықтырыңыз. Бұл жаттығу көздің шапшаңдығын арттырып, көру аймағын кеңейтуге көмектеседі. Ол әсіресе тез қозғалатын объектілерге бақылау қабілетін жақсартуға және көз бұлшықеттерінің үйлесімділігін дамытуға бағытталған. Оның пайдасына көшетін болсақ, көздің жылдам қимылдау қабілеттерін жақсартады, кеңістікте көруді дамытады, көздің фокусын тез ауыстыруға көмектеседі. Спортшыларға, жүзушілерге және көп оқитын адамдарға бұл жаттығулар таптырмас. Міне осы жаттығуда алдыңғы жаттығуға ұқсас, пайдалары да толықтай бірдей. Оны қалай орындау керек десеңіз, қиыны жоқ. Тек қана мына қара дөңгелектен көз алмаңыз. Көзге пайдалы кеңестерді беретін болсақ, не ішсеңіз, сол боласыз деген мақалды білетін шығарсыз. Дәл сол арқылы сіз дәрумен көп жеңіз, ол сәбіз, асқабақ, жұмыртқа сияқты тағамдарда көп кездеседі. Жарайсыз, сіз барлығын дұрыс жасап жатырсыз. Дәл осылай жалғастыра беріңіз. Мен сізге сенемін. С және Е дәрумендерін жеңіз. Цитрустық жемістер, жаңғақтар көзді ерте қартаюдан қорғайды. Омега-3 май қышқылдары, балық көздің құрғауынан сақтайды. Енді осы жаттығуда ешқандай тірек сызбасыз, әр жерге осы сүйкімді құндызға немесе итбалыққа қараңыз. Сосын дұрыс жарықтандыру да өте үлкен рөл атқарады. Мысалы, жұмыс орнында табиғи жарық жеткілікті болуы керек. Тым ашық немесе тым қараңғы жарықтан аулақ болыңыз. Оқу немесе жазу кезінде арнайы үстел шамын пайдаланыңыз. Дәл қазір көзді жұмып демалдырыңыз. Және де үнемі спортпен шұғылданыңыз. Спортпен шұғылдансаңыз, көздің қан тамырлары да мықты бола түседі. Сіздермен болған біз, Мегаглаз компаниясы. Хош, саламатта болыңыздар.